Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге тағы да жақсы жаңалықпен келіп отырмын. Супер жер үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Қаламыздың орталығынан Шұғыла микрорайон 31-ші үйден 2-ші қабаттан 5 бөлмелі пәтеріміз сатылымға шыққалы отыр. Ойлаңыздаршы, қазір мен сіздерге толықтай таныстырып шығатын боламын. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен қазір үйдің ішінен бастап тұрмын, сосын үйдің сыртына қарай үйдің сыртқы көрінісімен таныстырамын. Қазір таңда үйдің қонақ бөлмесінде тұрмын. Қонақ бөлмесін қарап тұрсыздар, өте кең. Былай қарай лоджимызға қарай шығып кетуге болады. Және де сатылған жайда жиһаздардың көп бөлігі қалдырылады. Сатып аласыздар, бірден көшіп келіп отыра бересіздер. Үйдің салынған жылы 1981 жылғы, ірі панельден соғылған. Үйіміз угловой емес, ортаңғы бөлікте орналасқан. Міне бұл үйіміздің кіреберісі. Кіреберісіміз осындай екі есіктен тұрады. Сыртқы темір есікті және осындай ағаш есігі бар. Темір есік емес, новый есік қойылған. Домофонымыз бар. Үйдің ішкі ауданы 97 шаршы метрді құрайды. Ойлаңыздаршы, кәдімгі жер үйдің аумағымен бірдей. Міне бұл кіреберісіміз. Енді бөлмелермен таныстырайын. Кіргеннен кейін сол жағымызда үйіміздің бірінші жатын бөлмесі, терезелерімізге решетка қойылған. Мұнда үйдің екінші жатын бөлмесі, кондиционеріміз жұмыс жасап тұр, осындай ыстықта. Бұл үйіміз алдағы уақытта көп балалы отбасыларға керемет вариант. Және де үйімізде екі санузел орналасқан. Мына біріншісі, үйдің әжетханасы, аристона бар, душевойы бар. Келесі кезекке қарай өтейік. Мұнда үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесі, мұнда да бір кондиционеріміз жұмыс жасап тұр. Үйдің ас даярлайтын орнымыз. Мынау жаңағы терезеден көрініс, аула бетке қарайды. Үйіміз жаңағы айта кеткендей 97 шаршы метрді құрайды. Ұзыннан дәлізіміз орналасады. Торамызды жаңағы айта кеткен үйіміздің екінші санузелі. Үйдің санитарлық торабы, іші толықтай кафельденген. Мұнда үйдің үшінші жатын бөлмесі, балалар бөлмесі. Мұнда шағын ғана зат қоятын орнымыз бар. Мына тұсымызда қазір көрсетейін сіздерге үйдің төртінші жатын бөлмесі бар. Енді жаңағы айта кеткендей үйіміздің төртінші жатын бөлмесі. Енді жүріңіздер, үйдің сіздерді сыртын таныстырайын, сосын хабарласа беріңіздер астындағы нөмірге. Міне бұл үйіміздің сыртқы көрінісі, ауласы. Бұл үйіміздің салынған жылы 1981 жылғы, ірі панельден соғылған. Жаңа көрген пәтеріміз угловой емес, ортаңғы бөлік. Ауламыздың көрінісі міне осындай. Үйімізге жақын орталықта университет, сауда орталықтары жақын жерде орналасқан, қоғамдық көліктер қатынайды. Мына тұсымызда жаңағы ДАСАФ, прокуратура, барлығы жақын жерде, керектінің барлығы. Енді осы үй сатылады, хабарласыңыздар.